Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар, студенттер. Абайдың бүкіл шығармашылығындағы, бүкіл танымындағы, бүкіл философиясындағы алтын өзек ол ғылым. Алғаш дәрістердің басталғаннан бастап біз осы сөзді айтудан жалыққан жоқпыз. Ешкім жанынан ғылым шығара алмайды дегенде, ендеше ешкім жанынан ғылым шығара алмаса, онда ғылым деген мынау табиғатпен, жаратылыспен адамның арасындағы байланыс дегенді білдіреді екен. Сондықтан да Абайдың осы сөзі біз жанымыздан ғылым шығара алмаймыз. Жаралып жасалып қойған нәрселерді сезбекпіз, көзбен көріп, ақылмен біліп деген сөзі біздің барлық дәрісімізде әртүрлі қырынан, әртүрлі жаңағы ойларды, қағидаларды бекіту үшін үнемі қолданылып отырған сөз. Себебі не? Себебі Абай көксеген ғылым ол адамның игілігіне, адамның ізгілігіне жұмыс істейтін таныммен түгел байланысып жатқан сол танымның күре тамыры іспетті аса үлкен феномен. Өйткені Абай көрсетіп отырған ғылым бұл дүниені, ғаламды танудың кілті, соның сырын ұғынудың шарты, оны біліп, түсініп, түйсініп, көңілге бекітудің ең бір негізі, өзегі болып табылады. Сондықтан да Абайдың айтатын ғылымы ол жай ғана білім емес, ол бүгін алып, ертең ұмыт қалатын білім емес. Оны неден көреміз? Оны бүгін біздің сабағымыздың өзегіне алынып отырған мынау 4 жолдан көреміз. Абай айтады, ғылым таппай мақтанба, орын таппай бақтанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге дейді. Сонда бір қарағанда бұл бір ұйқасты сөз, бір тармақтар, 4 тармақтан тұратын бір шумақ, кәдімгі үгіт насихат түріндегі айтылатын білім ғылымға шақырған өлең секілді көрінеді. Ал енді шындап мән беріп қарайтын болсақ, осы ғылым деген Абайдың айтуындағы жаңа ғаламды танудың кілті болса, яғни сол кілт қолыңда болмаса, мақтанбай-ақ қой деп тұр ғой. Егер ғылымың жоқ болса, мақтанба. Себебі, егер ғылымың жоқ болса, онда сен адам болып мына дүниеге келгенмен өз орныңды, адамдық орныңды таба алмайсың дейді. Ал таба алмадың екен, онда сенің бақтануға да өзіңді жаңағы жоғары ұстап, байлығыңды, мансабыңды алға тартып отыруға ешқандай құқың жоқ дегенде. Сонда ғылымың болмаса, онда сен өмірде орныңды да таба алмайсың, яғни өзіңнің миссияңды дұрыс түсінбейсің дегенді айтып отыр. Ал егер орын таппаған адам не істейді? Орын таппаған, өзінің орнын таппаған адам адасумен өтеді. Ол құмарланып, бір әр нәрсеге жеңіл құмарлық пайда болып, біресе басын анда соғып, біресе мұнда соғып, сол адасқан қалыпта өмір сүреді. Ол ондай адамның жаңағы аз ғана құмарлықтан тапқан олжасына шаттануы қаншалықты ойға сыйымды болатын. Абайдың айтпағы сол. Яғни орын таппасаң, онда сенің құмарлығың, сенің көңіліңе шаттық енгізе алмаса керек дейді. Ал егер ғылымың жоқ болса, орын таппасаң, әр адасып өмір сүретін болсаң, онда сенің сол жүрген жүрісің, істеген ісің, оның бәрі баланың ойыны сияқты. Яғни сенің ғұмырың босқа өтті дейді. Сонда мына жердегі сарымен көрсетіп қойған сөздер бұл иерархия. Яғни адам ғылымы жоқ кезде, оның бүкіл өмірі зая кететінін көрсетіп тұр. Және жай көрсетіп тұрған жоқ, сатылап көрсетіп тұр. Ғылым, орын, құмарлық, бос. Осы сөздер босқа көрсетіп тұрған жоқ. Бұл сол Абайдың көрсеткен тұжырымындағы бір жүйе. Яғни сабақ. Жай сабақ емес. Біздің айналамызға ой көзімен қарауға әкелетін, соған жеткізетін үлкен сабақ, өмірдің сабағы. Абайдың дүние танымынан туған, Абайдың даналығынан туған сабақ деп қабылдауымыз керек. Сондықтан ғылымға қатысты сөздері
мынандай бір үш үлкен ұғымдардың бірлігінде ашылады екен абайдың. Ол әуелі ғалам, мынау шексіз ғалам, адам үшін жаралған ғалам. Ендеше сол ғаламның кілті ғылым болатын болса, сол кілтті ұстаған адамдарды ғалым дейді. Абай айтады ғой, атақ дәрежесі барларды ғалым демейді. Кімде ғаделет сезім көп болса, сол ғалым дейді. Кімде ғылым көп болса, сол ғалым дейді. Ендеше міне ғалам, ғылым, ғалым, мынау сыртқы айтылымында қанша үндестік болса, ішкі мәнінде де соншалықты тұтастық бар. Үш ұғым. Енді Абайдың 38-ші қара сөзін айтып келеміз ғой, бүкіл танымның кілті деп. Сонда Абайдың айтатыны бар, жаратушы дейді, ғаламның ішінде дейді. Ғалам Алла тағаланың ішінде дейді. Сонда қарап отырсақ, жаратушы мен ғаламды екіге бөліп қарамайды. Жаратушы ғаламды жаратып қойып, төбеден қарап отырған бір бақылаушы деп қарамайды. Бұл үнемі сол ғаламның ішінде дейді. Егер біз адам баласы, біз ғаламның бір бөлшегі болатын болсақ, онда біздің ішімізде отыр деген сөз. Әлгі иман, жүректегі Құдай деген нәрсенің барлығы міне бір-бірімен ұштасып жатқан осындай пікірлерден туған нәрсе екен. Яғни менің ішімде отырған жаратушы болса, мен сол жаратушы жаратқан ғаламның ішіндегі бір бөлшекпін деген сөз. Яғни мен ғаламның бір бөлшегі болсам, әуелде айтатын Алланы тану, өзін тану, дүниені тану дегеннің сыры осы жерде тереңнен ашыла бастайды екен. Яғни ғаламды таныдым деген сөз, өзімді таныдым деген сөз. Ал өзімді таныдым деген сөз, ғаламның ішіндегі өзімнің орнымды таныдым деген сөз екен. Осы 38-ші қара сөзінде тағы бір керемет дүниені айтады Абай. Әрине бұны сіздер естіп те жүрген шығарсыздар. Ал Абайдың айтуында айтады, ғалам құдіретті мойындататын мінсіз жаратылыс дейді. Неге мінсіз? Кейде бір адамдарды асыра мақтаған кезде есті адамдар, ойлы адамдар айтады ғой, мінсіз еш нәрсе болмайды, адам жасаған нәрсені мінсіз деп айтуға келмейді дейді. Ал тек қана Құдай жасаған, Тәңір жасаған, жаратушы жасаған нәрсе ғана мінсіз болуы мүмкін дейді. Соны Абай өзінің сөзінде айтады, құдіретті мойындататын мінсіз жаратылыс дейді. Сол құдіреттің біреуі өзіміз. Мысалы, кейде өзіміздің әрекетімізді өзіміз ойлағандай басқара аламыз ба? Өзіміздің қалауымызды үнемі өзіміз орындай аламыз ба? Өзіміз деген нәрсеге қанша қаласақ та жетпей қалатын жағдайлар орын ала ма? Ендеше міне, сонда Алланың құдіретін өзіңнің әрекетіңнен ақ көресің. Ал енді біздің дана қазақ айтады, Құдайдың құдіретін көргің келсе тауға бар дейді. Сонда тауға барғанда құдірет неден көрінеді? Ол ең бірінші таудың қасында адам өзінің тозың сияқты өте кішкентай жаратылыс екенін сезінеді менің ұғымымда. Екіншіден, тауға барған кезде сіз анау тастарды көріп, анау өсіп тұрған биік шынарларды көріп, сол таудағы жан-жануарларды көріп, құстарды көріп, таңғалмасқа шарамыз жоқ. Бәрі қолмен қойғандай, бір адамның көзіне көрінбейтін, бірақ бүкіл жүрекпен сезінетін, үйлесіммен өмір сүріп жатқан бір құдіретті, кешенді, құдіретті, мынау мінсіз бүтін дүниені, бітімді көресіз. Сондықтан да Абайдың бұл сөзі бағана ғалам Алланың ішінде, Алла ғаламның ішінде деген сөзінің айқын дәлелі. Әрбір затты көрген сайын соған таң қалсаңыз, онда сіз сол құдіретке жақындадыңыз деген сөз. Мысалы, өсіп тұрған гүл. Осы гүлге біз ой көзімен қараймыз ба? Әрине, әдемілігіне сүйінеміз, таңданамыз, тамсанамыз. Бірақ соның сіз үшін жаралған, сіздің талғамыңызды, сіздің сұлулыққа деген көзқарасыңызды қалыптастыру үшін, сіздің жаныңызды рахатқа бөлеу үшін. Өйткені айттық қой, дүние екіге бөлінеді, адам және адам үшін жаралған дүниелерден. Сонда сіз адам болсаңыз, осы дүниенің бәрі сіз үшін жаралғанын қаншалықты сезіне аласыздар? Міне құдіретті тану деген осы. Оны жай ғана бір өсімдік деп қарамай, ол мен үшін, менің дамуым үшін, менің рахаттануым үшін, менің әдемілікті сезінуім үшін жаралған деген көзқараспен, жай ғана сұлу екен, әдемі екен, иіс тамаша екен деген бағалаумен екеуінің арасында жер мен көктей айырмашылық бар.
Сондықтан да айналадағы әрбір затқа сондай ой көзімен қарау, сол ғаламды тану екен. Соның барлығы біздің ғылымымыз екен. Олай болатын болса, ғылым Алла тағаланы тану, өзін тану, дүниені тану дегеннің сыры осы жерде екен. Яғни айналаға ой көзімен қарауға ұмтылду деген нәрсені абай осы ғылымның негізгі тетігі деп санайды. Ал енді ғылымға ынтық болу деген ол Аллаға ғашықтық. Яғни өйткені ғылым дейді Алланың бір сипаты дейді, ақиқат. Өткен дәрістерімізде айтқандай, ол жай ақиқат емес, ол абсолютті ақиқат. Яғни біздің өлшеулі ақылымызбен танып білу мүмкін емес, өлшеусіз дүние. Олай болатын болса, егер біздің бойымызда сондай ғылым бар болса, онда қаламақ та бар дейді. Қаламағымыз өткен дәрістерде айтқан мотив. Қай кезде адамның ішінде сол бір құмарлық, ынтықтық, бір ізденіс туады. Ол шын мәнінде адамның бойында сол ғылым, яғни ғаламды тануға деген бір ұмтылыс болған кезде, оның ішінде әртүрлі қалау да оянады дейді. Себебі ғылымсыз ахиретте дүниеде жоқ. Оны біз қайталаудан жалықпаймыз. Өйткені ғылымсыз жасаған еш нәрсе, яғни оқыған намаз да, тұтқан ораза да, ол еш нәрсеге жарамайды деуінің сыры неде? Яғни Алланы тану, Алланы дәргейіне басыру, Тәңірдің құдіретін мойындау деген нәрсенің барлығы ғылым арқылы ғана келеді екен. Егер ол ішкі жүрегімізден туып жатпаса, онда біздің жасаған әрекеттеріміздің бәрі де ауа қармағанмен бірдей нәрсе екен. Яғни әрекетіміз, ондай әрекет баянсыз болады. Неге? Өйткені біздің жүрегімізде сол ғылымның оты жанған жоқ деген сөз. Олай болатын болса, біздің иман дегеніміз не? Бұның ғылыммен қандай байланысы бар? Әдетте иманды адам екен деп біз сол дін жолындағы адамдарды көбірек айтамыз. Ал абайдың айтуынша, иман бұл тек қана дін жолымен өлшенбейді. Бұл өмір сүру амалдарымен, өмірге деген көзқараспен, өзіңнің бүкіл тіршілігіндегі ұстанатын принциптерімен байланысты екен. Иман деген дейді абай, Алла тәбәрәка ва тағаланың шәрексіз, ғайыпсыз бірлігіне, барлығына, оға әрнеге бізге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам арқылы жіберген жарлығына білдіргеніне мойынсұнып, инанмақ дейді. Бұл жерде тағы да қайталап айтамыз, абай көзсіз мойынсынуды айтып отырған жоқ. Абай ішкі түйсікпен сезінетін мойындауды айтып отыр. Жан жүрекпен сезінетін ақиқат. Олай болатын болса, сол ғылымға ие ғалым деген кім? Ғалым адамшылықты алды, махаббатқа деген сезім. Бұлар кімде көбірек болса, ол ғалым, сол ғақил дейді. Ендеше кешегі өткен сабақтарда айтқан мотивімізде, өткен сабақтарда айтқан махаббатымызда айналып келген кезде ғалымға тән қасиеттер екен. Ғалымға тән қасиеттер екен. Сондықтан да абайдың өлшеміндегі ғалым, тағы да қайталап айтамыз, ғылымға адал, ғылымды өзінің өмірлік шырағы етіп ұстанатын адам екен. Өйткені жүрегі махаббатқа толы адамның дейді, адамдығы ол ақылмен, ғылым деген нәрселермен бірге жүреді дейді. Енді оның себептері қандай? Осы махаббатты оятудың, ғылымға ынтық етудің қандай себептері бар? Яғни қай жақтан бастау алады, оны қалай қалыптастырамыз деген кезде абай оны да шешіп береді. Ол ең әуелі оның бірінші факторы денсаулық дейді. Адам өзінің өзіне берілген тәнді қаншалықты сақтай алса, және оған құрметпен қараса, оны қорғауға өзін мүдделімін деп санаса, міне, өйткені ғылым содан басталады екен. Яғни өзіңді адам етіп жаратқан, соншалықты ғажайып дене беріп, оған соншалықты ғажайып ақыл салған жаратушының аманаты деп қарау тәнге. Міне, бұл сол жаңа адамдықтың алды екен. Содан кейін адам болудың, ғалым болудың, махаббатқа ие болудың екінші фактор ол жақсы ата-ана дейді, яғни жақсы тәрбие. Отбасындағы тәрбие, отбасындағы құндылықтарды сезіну. Содан кейін жақсы құрбы дейді. Шындығында да қазақ айтады ғой, қызым үйде, қылығы түзде деп. Сондықтан адам үйде ата-ананың алдындағы кейіптен
жаңағы достар арасында кейбір бөлек адамдар болады. Бірақ сол ортаның өзі адамды егер дұрыс болса, адамшылыққа баулитын нағыз бір жаңағы өмір сүрудің негізгі көзі болып, қайнары болып саналады. Содан кейін жақсы ұстаз дейді. Бұл жердегі ұстаз біз айтып жүрген мұғалім емес. Мұғалім ол бір пәннен сабақ беретін адам. Ал ұстаз сенің өміріңде із қалдыратын, саған өзінің бүкіл тұлғасымен, өзінің болмысымен кәдімгі үлгі болатын, өнеге тартатын адам. Абайдың айтып отырғаны осы ұстаз. Сондықтан да осы ғылым білімге махаббаттандырмақ осылардан болады дегенді айтады. Енді жақсы адам, жауан мәкілік дегенде Абайдың сөздерінде өте көп айтылады. Ол шындық, ізгілік, даналыққа қарым-қатынаспен байланысты. Сондықтан бұл сөз 38-ші сөзді біз ылғи да қайта қайталап отырамыз ғой. Абайдың бүкіл философиясының кілті 38-ші сөзде деп. Сол 38-ші сөзде мынау ғаламды танудың, ақиқатты танушыларды Абай төртке бөледі. Олар пайғамбарлар, яғни сол хаққа бүкіл жан-тәнімен ғашық болған, соған бүкіл ғұмырын арнайтын адамдар, соны үйретушілер, олар пайғамбарлар дейді. Ал енді бұл бүкіл істеген нәрсенің барлығының ақиреттік пайдасын, яғни о дүниедегі пайдасын айтып уағыздаушы адамдарды әулиелер дейді. Ал енді мынау дүниелік білім беретін, осы дүниедегі себебін түсіндіріп, пайдасын үйрететіндерді хәкім дейді. Міне қазір біз Абайды хәкім дейміз. Абайдың хәкімдігі неде? Ол осы дүниедегі адамның танымын, адамның әрекетін, адамның бүкіл қол жеткізетін дүниесінің барлығын жаңағы қалай жүзеге асыру керек дегеннің себебін үйретуші адам. Соның себебін үйретіп отырып басқа ғылымдардың дамуына негіз салатын адам. Сондықтан да хәкімдер ілім жасайды деп айтамыз. Сол ілімнің иесі біздің ұлы Абай. Ал ғылым сол хәкімдер жасаған дүниенің ары қарай таратушылар. Хәкімдер негіздеген себепті қарапайым жұртқа түсіндірушілер екен. Сондықтан да Абай айтады, әрбір ғалым хәкім, әрбір хәкім ғалым, бірақ әрбір ғалым хәкім емес деген сөзінің мәнісі осында. Хәкім ілім жасайды, хәкімдер ол ғалымдардан да жоғары. Әрбір адамның ғалым болуға толық мүмкіндігі бар, ал хәкім болу оның өзінің ізгі жүрегіне, оның болмысына және ниеті мен ықыласына байланысты дегенді айтады. Енді осымен біз ғылым жайлы айтқан Абайдың қағидаларын, сөздерін ары қарай келесі дәрістерімізде таратып айтамыз. Сондықтан ғылым деген не, ғалам деген не, ғалым деген кім деген сұраққа біршама жауап алдыңыздар деп ойлаймын. Онда келесі дәрісте біз соны ары қарай жалғастыратын боламыз. Әзірге осымен бүгінгі әңгімеміз тәмам.